Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайындағы керемет үлпілдек болып шығатын булочка пісіруді бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті заттар: қант, шемішке май, жұмыртқа, дрожж және сүт, ұн қажет болады. Ал енді осының барлығынан қамыр илейтін боламыз. Біз жұмыртқамызды салып аламыз, бір дана жұмыртқамызды. Оның үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қантымызбен жұмыртқамызды араластырып алдық. Енді осыған сұйық майымызды, сүтімізді қосып, тағы араластырып аламыз. Түрде жылы болу керек. Жақсылап араластырып алып, осының үстіне дрожжымызды саламыз. Шай қасықпен 1,5 қасық қашты салсаңыздар болады. Осыны венчиктің көмегімен араластырып, осыған ұнымызды себелей отырып, бөліп саламыз ұнымызды. Өйткені ұнымыз бірігіп қалмас үшін. Өстіп қою қылып қамыр илейтін боламыз. Өстіп ұнымыздың бәрін салып, бір келке етіп, жұмсақ қамырымызды илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып, иі қанып иленді. Енді осы қамырымызды жұмсақ болып шықты. Пакетімізге салып 40 минуттай ашытамыз. Және де бұны қайтарып елесеңіздер, өте жұмсақ болып піседі. Сол үшін 40 минутты күтеміз. Ал қыздар, міне біздің қамырымыз ашып дайын болды. Енді осы қамырымызды алып, қамырымызды пакеттен аламыз. Енді осы қамырымызды кішкене ұнға аунатып жібереміз. Сөйтіп осы қамырымызды жаймен жиегінен кішкене бөлшектерге бөліп аламыз. Әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Мен мынандай формада жасаймын. Аламыздар. Екеуін бір-біріне қосып жіберіп, айналдырып отырып, мына жерін айналдырып келіп, бүйтіп қысып жібереміз. Астынан мына жерін қысамыз. Осындай форма шығады. Арты осындай бөлшектерге бөлеміз. Әртүрлі формада пісіре береміз. Ал қыздар, бізде осындай булочкалар шықты. Әртүрлі формада жасадым. Сіздер де өз еркілеріңізбен жасап көріңіздер. Енді осыны майланып тұрған тақталарымызға салып аламыз. Қыздар, міне қалпымызға салып алдық. Енді осының бетін жұмыртқаның сарыуызына кішкене сүт қосып жіберіп, бетіне жағып шығамыз. Бісміллә. Бетін жұмыртқаны жағып алдық. Енді осының бетіне күнжіт пен магымызды араластырып, жаймен бетіне айналдыра себеміз.
әсемдік үшін және де мына күнжутпен жаңағы мактың дәмі өзгеше болады. Сол үшін молырақ болса себеміз. Күнжутын сеуіп болдық. Енді бетіне жұқалап құмшекер сеуіп шығамыз. Құмшекер піскен кезде әдемі болып жылтырап шығады. Сол үшін сеуеміз. Ал енді қыздар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Енді осына 200 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің булочкамыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бісміллә. Жұмсақ болып шықты. Қазір осыны ыдысымызға салып көрсетемін. Мына ыдысымызға салып алдық. Булочкамызды өте жұмсақ болып шықты. Мына әртүрлі формада жасай берсеңіздер болады. Арасы осындай тығыз, әдемі болып шықты. Міне жұмсақ болып. Сіздер де осылай жасаңыздар. Және де мен рецептім ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.